Сәлем достар, бүгінгі тақырыбым құрқылтай құсының ұясының емдік қасиеттері туралы болмақ. Мені жоғалтпас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Алдағы уақытта денсаулыққа пайдалы кеңестермен көбірек бөлісетін боламын. Құрқылтай құсының ұясының қазақы емдік қасиеттері. Ертеде медицина дамымай тұрған кезден ақ қазақ халқы аурудан айықтырар амалдарды білген. Табиғаттың берген сыйын өз мүдделеріне пайдалана алған. Өсімдіктердің тамыры, гүлі, жапырағы мен жануарлардың мүйізі, сүті, еті, сонымен қатар құстардың ұясы мен еті, қаны сияқты заттардан дәрі-дәрмек жасап, кез келген ауруға шипа тапқан. Соның бірі құрқылтайдың ұясының емдік қасиеті. Халқымыз құрқылтайдың ұясының құяң, бел, буын, несеп жолы ауруларына емдік қасиеті бар деп санайтын. Ол емді өмірде қолданып та көрген. Бір нәрестеге зар болып жүрген ата-аналарды осы құрқылтайдың ұясымен емдеп жазған. Сондықтан да бұл құсты жай құс емес, киелі құс бағалаған. Өзі кішкентай болса да тигізер пайдасы көп. Сонымен қатар құрқылтайдың ұясын кездестіріп тауып алған адам бақытты болып, дәулеті тасиды деген болжам да бар болған. Құрқылтайдың ұясы ең алдымен бүйрек ауруына емдеп білген. Бүйрегі суықтап, сыздаған, онда құм, тұз бар адамдар құрқылтайдың ұясын ортасынан екіге бөліп, оны екі бүйрекке таңып, сыртынан жылы орап қойған. Құрқылтай ұясы бүлінбейді, сасымайды. Сондықтан бүйрек суықтағанда оны қайтадан қолдана берген. Міне осы кішкентай ғана көзге көрінер, көрінбес құстың ұясының қаншама емдік қасиеті бар екенін біреу білсе, біреу білмес. Құрқылтай бұл қасиетті де киелі құс. Құрқылтайдың ұясы 80 түрлі ауруға ем. Олар радикулит, цистит, қуықтағы грыжа, сүйек сырқаулары, буынның сырқырап қақсауы, тамырлардың ісінуі, бүйрек аурулары, ревматизм, жыныс жолдарының суықтауы, жатырдағы түрлі аурулар, простатит, аденома, бедеулік, белсіздік, құрсақ көтермеу сияқты көптеген ауруларға ем. Және де бұл емді кез келген адам өз үй жағдайында қолдана алады. Ешқандай да қиындығы жоқ. Тек ұяның бұлауына кешке жатар алдында түскен жөн. Өйткені ем қабылдағаннан кейін желге шығуға, суық тигізуге болмайды. Ем 10 немесе 15 күнге дейін жалғасады. Міне осы 15 күнге осы құстың бір ұясы жетеді. Ем қалай жасалады? Оны кәдімгі құрғап кеуіп тұрған адыраспанмен араластырып қолдануға да болады. Түтетіп, қымтанып, соның буына отырасыз. Бұл бұлаудың бір түрі. Ол сырт көзге күлкілі көрінуде мүмкін. Алайда 3-4 күннен соң шынында да шипалық әсері бар екеніне көз жеткізе бастайсыз. Кейде тіпті бір қолданғаннан кейін ақ пайдасын көресіз. Ендігі бір айтарым, ем екен деп құрқылтайдың ұясын кез келген уақытта алуға болмайды. Ұяны балапаны қанат қағып ұшып кетіп, ұя бос қалғанда ғана алуға болады. Әйтпесе киелі құстың киесі ұрады. Құрқылтайдың ұясымен емделу үшін ел ішінен емшіз деп қажеті жоқ екен. Оны әркім өзі-ақ жасай алады. Емдік шөптермен іріктеліп, оның үстіне сілекеймен өрілген олардың ұясы жібек секілді. Оның біреуін ғана бірнеше адам емге қолдануға мүмкіндіктері бар. Цистит кезінде немесе бала шыжың болса, ересектерде де зәрдің шықпауы, немесе жиі мазаласа, қуыққа тас байланса, немесе қабынса, ұядан аздап алып, түтету оған аз ғана адыраспан қосады. Оны да түтетеді. Ақырында қыз-келіншектер ұзын етек көйлегімен ер адамдарды белінен төмен жамылғымен түтін басылғанша үстіне отырады. Бұған 10-15 минут уақыт кетеді. Сосын жылы киініп алуға жет. Осы әдісті 2-3 рет қайталаса да жеткілікті. Мұндай тәсіл әйелдердегі суықтауда, жатырдағы өзге де дертте, ерлердегі импотенцияда, простатит пен бел омыртқадағы жарықта қолданылады. Тізеде, буындарда, желкеде,
тұз және сарысол жиналса, аяқ ісінсе, сүйек қақсаса, жаңа орылған бидайды сабағымен алып, құрқылтай ұясының аз ғана бөлігімен суға бір қайнатып, қымтанып, сол қоймажынға отырады. Оны қалыңдау матаға салып, екі тізеге және желкеге де таңуға да болады. Қаны қою, ұйып қала беретін адамдарға, радикулит пен остеохондроз дертіне шалдыққан жандарға да осы ем өте пайдалы. Міне, құрқылтай ұясының осындай қасиеттері де бар. Әйтсе де, оны балапандар қанаттанбаған шақта алып, олардың өсуіне кедергі келтірмеуіңіз керек. Ұя негізі шөппен жібектен тұрады. Егер қолыңызға ұстап, жақсылап қарасаңыз, асқан шеберлікпен тоқылған кішкене тесігі бар себет қапшықты елестетеді. Сондай-ақ ұяны кем дегенде 7 метр биіктікке ағаш басына салады. Жерден қарағанда бұл кәдімгі себет қапшықты ағаш бұтағына ілдіріп қойғандай көрінеді. Алайда қаншама жел, қаншама жауын, боран болса да ұя сол қалпы тұра береді. Үзіліп жерге түспейді, не ұшып жоғалып кетпейді. Өйткені ұясын тоқығанда осы құс өзінің ауыз сілекейін пайдаланады. Негізгі емдік пайдасы құрқылтайдың ауыз сілекейінде де болады. Тағы да айта кететін жайт, құс ұясын салуға жақын маңдағы ауыл үйлерін аңдиды екен. Себебі жібек жіпті сол үйлерден ұрлап алады. Сондай-ақ жібектен басқа мақтадан немесе синтетикадан жасалған маталарға тиіспейді. Міне, сол үшін болса керек ұясын адамдарға пайдалануға қалдырады дейді. Адамзаттың арқасында ұя соғып, балапаны ұшқан соң, сол ұяны сол адамзатқа емге тастап кетеді. Тап осы күн біздің елде бұл құс Қызылорда тоғайларында көп кездессе, Өзбекстанда Бұқара аймағында, Түркменстанда Қарақұм арнасы айналасында көп кездеседі екен. Ұяның құны әр жерде әр қалай. Мұны да біле жүрейік, ауырмаңыздар ағайын. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.